Қымбатты оқырмандар, биылғы жыл қазақ халқы үшін ерекше жыл. Себебі биылғы 2020 жыл қазақ халқының ұлы ойшылы, ақыны, философ, саясаттанушы, ағартушы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл болып отыр. Бұл шараны 2019 жылдан бастап өткізу қолға алынды. 2020 жыл 9 қаңтарда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты үлкен мақаласы Егемен Қазақстан газетіне жарияланды. Яғни біздің халқымыздың түзелуі, үлкен жолға түсуі бізге темір қазық іспетті. Абайдың сөздері, Абайдың даналығы, Абайдың ақындығы біздің халқымыздың адастырмас темір қазығы. Сол орайда барлық елдің ішінде, жерлерде, оқу орындарында осы Абай шығармашылығын дәріптеу қолға алынып жатыр. Сондықтан да осындай іс-шараны жалғастыру бізге де міндеттеліп, бізге де жаңағы қолға алынып отыр. Біздің де білім алушыларымыз Абай шығармаларын жатқа оқып, Абай шығармаларына деген сүйіспеншіліктерін көрсетуде. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінде құлдық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегімен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып салғылдап сағым туған мойын етпе. Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа, адам ойы түрленіп алған шақта, салғанан көлеңкесі сол көңілдің, тактысына билесін ол құлаққа. Шырқап, қалқып, сорғалап тамылжиды, жүрек тербеп оятар бастамайды. Бұл дүниенің ләззаты бәрі сонда, ойсыз құлақ ала алмас ондай сыйды. Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәп торалған мән оятар. Кейі зауық, кейі мұң дертін қозғап, жас балаша көңілді жақсылатар. Адам аз, мұны біліп ән саларлық, тыңдаушы да аз, ол әннен бәһрарлық. Мұңмен шыққан, оралған тәтті күйге, жылы жүрек қайда бар қозғаларлық. Көбінесе ән басып келеді ащы, кел тыңда деп өзгеге болар басшы. Керім толғап тауысар қаңғыр күңгір, сол жеріне ойыңмен араласшы. Күлсем өлер, табиғат адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеде бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Абай Құнанбайұлының 19 қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап салғырттанып есітсе, не есіткен жерде қайта қайырып сұрап бұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, қайта ұғайын деп не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп есітпей не керек? Осындай сөзді танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзінді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.